Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін пирожный пісіретін боламыз. Торттың жасалу жолын описаниеде қалдыратын боламын. Алдымен тортымызды осылай 3 бөлікке бөліп жазып пісіріп аламыз. Осылай жайып алған корждарымызды алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 15-20 минутта тез пісіп шығады. Тортымыз дайын болам дегенше кремін дайындаймыз. Бізге творожный сыр мен сахарный пудра керек болады. Екеуін жақсылап әуелі араластырып аламыз. Осылай араластырып болғаннан кейін үстінен мұздай сливкиімізді құямыз. Енді жақсылап миксермен шайқаймыз. Сливкиді міндетті түрде холодильникке 15-20 минут салып қою керек. Сонда жақсы көтерілетін болады. Және де миксерлейтін ыдысымызды да 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Осындай бізде жақсы, өзінің формасын жақсы ұстайтын крем шығу керек. Біздің корждарымыз дайын болды. Енді бұларға кремдерімізді бір тегіс қылып жағып шығамыз. Үш коржымызға да осылай жағып алғаннан кейін холодильникке 2 сағатқа салып қоямыз. Сосын барып жан жағын тегістеп пышақпен кесіп аламыз. Енді ортасынан бір бөліп алып, тағы да майда бөліктерге бөлеміз. Өзімізге қалай ыңғайлы солай жасауға болады. Мен осындай бөлшектерге бөлдім. Менде барлығы 14 бөлік пирожныйге шықты. Ендігі кезекте бетін әсемдейтін боламыз. Мен осындай фисташка ұнтағын қолдандым. Осылай бәріне беттеріне сеуіп шықтым. Ендігі кезекте шоколадты ерітіп бетіне осылай сызып шықтым. Екінші қатарына мен вафельный крошки қолдандым. Әркім өз қалауынша безендіруіне болады. Мен бетіне осындай орешка шаштым. Осымен біздің пирожныйларымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.